Селям алейкум, урметли серджилер. Бу UA TV студияда Украина хаберлері бүгін декабрінің дорты Чершенбе күні. Біз сізлерге Украинада ве дүнияда олып кечкен вақалар ақында тариф етмеге азармас. Дор тарафнен ақында келешілген Нормандия дорты саммитінің қарарлар лехасы. Украина тышқы ишлер назиры вадым пристайк Лондрада Украин хабер васталарына интервью вақтында қайдетті. Бұл Украина, Русия, Алмания ве Франкистан лидерлерінің екіні қарары темелі олажақ весеқанын иш варианты. Она көре Нормандия дорты мемлекетлері лидерлері құветлер чекілежек невбеттекі ерлеріні белгелемеге мобюслерден ұшывының невбеттекі басамағаны тәзлештірмеге ве минасызлаштыруф için бөлгелеріні сайлямаға теклиф етелер. Сентябрь кесінде 4 мемлекет лидерлерінің мислячылары сон кейсас шейлер аққанда келешті. Олар Нормандия 4 саммитінден сон елна жақ. Бүгінде бұл лидерлер әтіжақларының лейхасыдыр. Керчектен айтсам, весіқа сақат. Бұл лидерлер осишыны қарылаштырып олсынлар деп темелдір. Русиядан электрик энергиясы Италия төлеві ясақ етілді. Юқары рада электрик энергиясы базары ақында қанунны умумен қабыл етті. Весеқаға көре электрик энергиясына незарет етілмеген фиятлар артмасы ясақ. Энергетика милли комиссиясы идаресіне электрика фиятына бір күн әвел белгелемеге изін берілі. Қанун лейхасының муэлифлері дегер мемлекеттерден уджуз электрик энергиясы Италия төлеві Украин базарында эсассыз фиятлар артмасына ел бермейджек деп сая. Регулятор НКРКП. Егер бір кемсе инхисар вазиетіні суестимал етсе, фиятлар артса, идарез бұны тоқтата біле. Шымдыки вазиет уч айвелсе олғанына көре яқшы. Бүгін фият 25%ге азжа. Бүгін 15-тен 9-ға дегіл 13 атом блоку чалыша. Сьогодні Верховна Рада прийняла черговий законопроект з приводу регулювання ринку електричної енергії, який забезпечує саме інтереси споживача електричної енергії. Бүгін Юқары Рада электрик энергиясын истималчыларын менфаатыны канатлендірілген қанун лехасыны қабыл етті. Истималчыларының менфаатлары девлет саясетінде бірінші ерде олмалы. Әлбетте бұның үшін чоқ çalışмақ керек, ама истималчылар сербест базарда электрик энергиясын сатын алмақ керек. Одессада буюк янгын шәрінің мерkezінде иқтисадиятове ұқуқ колледжінің бинасы яна. Илк мәліматқа көре бір адам әләк олды бұл 43 яшындаки оджа. Ән азы 12 хастаханеге етқызылды. Оларының арасында 4 бала, зарар көргенлерінің арасында құртарыжылар да бар. Янгын сондырыжылер тахлияны девам еті, шымдылік янгынны да сондырып оламайлар. Әлем четтекі кулеге әнді тарқылды. Ал азарда янгын мейданлығым 3000 метр квадрат. Пушкин ве Троицк соқықларының чапразындаки 6 қатлы бина мемарлық әбидесідір. О кечкен асырының 14 сенесінде құрылды. Кетеміз, мұнда телекелі, әркес чықсын, ішлемеге кедер етіңіз, әркес тышарға. Украина шарқында вақтынча ешғал етілген топрақларының қайтару вариантлары тәздіқланылды. Дәулет башы барышыққа сырф саяси дипломатик усулларнен ырышмеге ниетлене. Украина милли телекөсізлік ве Мудафа шурасының кетібі Олексий Данилов халқара ортақларының дестігі ярдымынен Украина вақтынча ешғал етілген топрақларны қайтарып олажағына ишана. Музыкерелер черчевесінде Нормандия дорты саммиты арфесінде Украина президенті рейслігі астында милли телекөсізлік ве Мудафа шурасының топлашывыны кечірмеге қарар алынды. Исвече Русияге қаршы санкциялар узатылмасы ве құветлештірілмесіне қол тұта. Бұны Киевді Исвече баш назиры Стефан Льовен білдірді. Нормандия дорты саммит арфесінде Украинаға тежавузжыға қаршы күрешінде дестек білдірді ве Донбасста вазиетнің тынчы зілмесіне Украина кемиетінің адымларына музбет қимет кесті. Оның айтқанына көре бұл адымлар Авропа телекөсізлігі үшін пек мұйым. Декабрінің 9-ында Паристе Нормандия дорты саммиті олып кечежек. Декабрінің 12-13 есе Брюксельде Авропа шурасы саммиті олajak. Анда Русияге санкциялар узатылмасы суалі бақылajak.
Исвечен позициясы денишмеген қала. Санкциялар белі бір себеплерден қойылды. Бұ Украина шарқында чатышма ве Қырым ишғалі. Бұ себеплер бар олған жек санкциялар ләғу етілмейжек. Бұ Украина, Авропа телекеслігі ичун мұйымдыр. Перша перемога, ми зустрічаємось. Күрішіф оладжағы бұ әнді бірінже қалебе. Бұ пек мұйым. Сесен бүслерін қайтардық. Эпіслеріні дегіл амане да олса. Яны еліні бізім адамлар Украинада әвлерінде айлернен бері-берлікте кечірілгені естердім. Мен бұйық бірдені шуғыны істейім. Донбаста Украин қаныларына көре ерлі сайлаларда кечірілгі аққында суалыны көтережекміз. Андай эпісі фарқаларымыз олмақ керек. Ежнеби көзетчілер ве журналистлер. Америка Бірлешкен Девлетлері Конгрессінің аст палатасы Русияның еді бұйық девлет группасына қайтуына қаршы қарарға қол тұтты. Қарарға 339 конгрессмен қол тұтты, 71 қаршы шықты. Весеқада Америка саясетчілері Кремль Қырым ве Донбасны азат етмегенже ве өсті жевози саясетіні тоқтатмаған же, еді бұйық девлет группасына оны қайтармамаға дәвет етті. Юнанистан ялысында Эгей денізінде украинлернен геми қазаға ұғырады. Челик нақыл еткен Либерия байрағы алтында Юлео юг гемесі фортуна себебінден гемені идаре етіп оламады. Ондорды Украинден ибарет олған тақым фелекет ақында ишарет етті. Ал азырда қаза бөлгесінде эки катер бұлынмақта. Бұның иле эки хеликоптер ве Юнанистан ялы муафазасы гемелері йолланды. Демократлар Дональд Трамп импичменті ақында әсабатны яйынлады. Анда президент вазифасындың тыш шықты ве о сияси рақыпларыне зарар кетірмек ве. Кележек сене президент сайлавларына тесір әтмек үшін Украина башлықларына басқы әтті деп языла. Бияс весеқаға олмай жақшай деді. Әнді әсабатны Конгресс аст палатасының ұқуқ комитеті ве темселжілер палатасы бақып чықажақ. Егер Құлық трапқан қаршы қабатлыларға қол тұтса, весеқа сенатқа берілежек. Импичмент олмасы үшін сенаторларының 67% рей бермек керек. Дональд Трампны вазифасындың озақлаштыра білежек қавға да июль айында Украинзияна дашы Володимир Зеленскийнен олып кечкен телефон субетінден башланды. Сентябрь айында Бияс қонушыманын язып алынған метинны яйынлады. Анда Дональд Трамп Зеленскийге кележек сене президент сайлавларындан әсас рақыбы олажақ Джо Байденның оғлына қаршы тақық башламаға риджа етті. Телефон субетінің аудио язысы метинге чевралген сон демократлар бірден Дональд Трампының импичмент процедурасына башлады. О вазифасындың тыш чықувнен ве өз файдасына иш көрмесінен қабатланылды. Қырым Русияның дегілі бойле флешмобны Украинлер Apple шаркетінің Facebook'таки ресми сайфасында башлатты. Бұдың язылар түбінді қоланыжылар Қырым Русияның дегіл, Қырым Украина деп язалар. Эвел Америка шаркетінің гаджетінің ава илевесінде Қырым Русия топрағы оларақ ишаретленген еді. Ресми Киев бұна наразылық білдірді. Бұның иле наразылыққа Литония ве Полония тышқы ішлер назерлеклері қошылды. Apple шаркетінің матбуат қызметі білдіргеніне көре, Қырымны Русия қысмы оларақ көстермеге қарар Русия Федерациясы қануларына әсасланған. Құрметлі серджелері, бұл дақиқаға бұл сонки хаберамасы да чо хаберлеріні сізлер UA-TV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UA-TV-лі олыңыз өзіңізге мұқайтылыңыз, сағлықнен қалыңыз, ярынға қадар иншаллах көрішкенде.